Баршаңа қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн. Сендермен бірге Fastmoney Forex. Бүгін біз жылдам торговля жасап жібереміз. Бүгін негізі рынокқа кіруге мүлдем мүмкіндігім болған жоқ. Негізі бүгін кіретінді күн емес. Дүйсенбі күні негізі саудадан жалпы воздержа жасайтындерің өздерің үшін дұрыс. Рынок енді ашылды. Волатильность енді жиналып жатыр. Пока енді дүйсенбі күн бұл бізде информационный жалпы уақыт. Дүйсенбі күні кірудің орнына дүйсенбі күні информация жинау керек негізі. Дүйсенбі күні негізі пропуск еткен жөн. Бірақ біз кірмейміз. Біз OTC валютный парлар арқылы торговля трейд жасайтын боламыз. Және сол арқылы $920, яғни $900 плюс-минус тауып көретін боламыз. Бізде бір попытка бар, бір ғана сделка ашамыз, және бір сделкадан $920 чистый прибыль табатын боламыз. Ал енді OTC валютный парларды анализ жасауға кірісек, әрине енді брокердің ішінде жасайтын боламыз барлығын, анализдің барлығын, және де ол бізде неудобно, но все-таки расплюн. 5 минуттық таймфреймге кірдім. Euro CHF OTC валютный парасы бізде баға құлап жатыр, нисходящий тренд. Пока ничего не вижу, в принципе. Текс. Ну, қарандар, бізде мына жақта мынандай интересный зона бар екен бізде. Интересная зона. Қарандар, бізде мынау BPR зонаны көріп тұрсыңдар. Давайте осы жерден сделка ашып жасайық. Жоғарыға деп и қазір мен сізге түсіндіретін боламын. Алдында осымен істеп жүрген видеоларды қарайтын болсаңдар, жігіттер, қыздар, бізде мен имбалансты белгілеймін, және оның толтырылған зонасын белгілеймін. Егер де баға имбалансты полностью жұтып қоятын болса, және өтіп кететін болса, бұл бізде BPR зона болады. Яғни IFVG дейсіңдер ма, BPR дейсіңдер ма, бұл бізде баға бұл жерде инверсия жасайтын болады. Осындай ситуацияны бақылайтын болсаңдар, бізде баға имбаланс жұтып қойған. Негізі астыға қарай кету керек баға бұл зонадан, бірақ бізде баға жұтып қойды бұл имбалансты. Астыға қарай кетудің орнына. И одан кейін дальше бізде баға қайтып келіп, осы жерден қазір поддержка ретінде реакция алады. Бұл бізде постоянно работает, жігіттер, қыздар. Өздерің протестируйте, анализируйте и тоже сможете это увидеть, короче. Бұл бізде IFVG, яғни инверсионный имбаланс дейді оны. Давайте қазір осы жерден сделка аштық. Осы жерден қазір бізде баға өзінің поддержкасын алды. Қайтып келді, поддержка алдық. Біз жоғарыда деп сделка аштық 1 минутқа, көздеріңше. И бізде қазір так $1920 общий таза пайда таптық. Общий прибыль таптық. Ал бұл жерде таза пайда біздің $920. Бүгін бізде бір ғана сделка ашылды. Көздеріңше жылдам уақытта сделка аштық. Өзімнің қолданатын инструменттердің біреуін сіздерге көрсеттім, түсіндірдім BPR деген нәрсені, инверсионный имбалансты. Және де өздерің көріп тұрғандай $920 таза пайда таптық. Ал енді қанша екенін есептеп жібере салайық. $920 негізі нормальная, брутальная сумма. Брутальная сумма нормальная. 446,516 теңге таза пайда екен. Хорошо, мы это поняли. Енді кішігірім давайте пройдемся по инверсионный имбаланс. Өздерің көріп тұрғандай осылай іздейтін болсаңдар, инверсионный имбаланс деп мынандай сіздерде өздері ақпарат шығады. Google аталарынан сұраңдар, Google аталарын сендерге айтып беретін болады барлығын. Так. Мына қараңдар. Бұл бізде қазір инверсионный имбаланс. IFVG дейді, өздерің көріп тұрғандай. Қазір бізде бір нормальный пример бар. Мына отыр екен, короче, қараңдар. Открыть в новом вкладке. Қараңдар мына. Бұл мен сендерге талай көрсеткенмін, және де бұны көрсетуін тоқтатпаймын. Қарап алыңдар мінекей. Қазір. Қараңдар мына. Инверсионный имбаланс, когда разрыв справедливой стоимости полностью заполнился и вышел за границы. В этом случае ждем возврата к зоне имбаланса. Но заходим в позицию только когда происходит слом тренда. Так далее. И тренд был нисходящим, курс делом свечи перекрыл предыдущий максимум для восходящего тренда, наоборот. Бұл енді кішігірім түсіндірмесі ол, бірақ өзім-ақ сендерге түсіндіріп берсем болады. Бұл бізде қараңдар инверсионный имбаланс. Бізде бұл обычный имбаланс, өздерің көріп тұрғандай, который бізде импульсно поглотился. Көріп тұрғандарындай бағаны. Кәдімгі бізде бұл имбаланс, который бізде импульсно өтіп кеткен, яғни баға оны ше тест алудың орнында. Негізі жалпы баға бұл имбаланстан негізі бір жақсы реакция алу керек. Например, қандай реакция? Қараңдар қазір. Бізде баға негізі имбаланс пайда болған кезде, көрсететін болам. Баға имбаланс пайда болған кезде, осы имбалансты келіп, осы жерден астыға төмен деп реакция алу керек негізі. Бұл бізде в адекватном случае, да, короче. Вот. И
төмен реакция алып бага кету керек төменге. Бул бизде медвежий имбаланс, потому что. Ал мына жакта уже ал бул примерде бизде бага просто имбалансты не истеди? Реакция алган жок, просто жутуп койду. И энди келесі жерде бизде бага осы имбаланска карай кайта келип, ошол жерден поддержка алып, бага жогору карай кетүү керек. Вот сондай. Осындай правила бул бизде. Буну биз IFVG десек те болот, мен BPR деп атайм өзүм, BPR десек те болот. Сол дурус, короче. Мына жакта мына бизде бычий пример көрүп тургандай. То есть медвежий пример да. Караңдар мына, бага бизде имбаланс пайда болду. В хорошем случае өздөрүң көрүп тургандай, в адекватном случае бизде бага келип, ошол жерден бизде реакция алуу керек жогоруга деп өздөрүң көрүп тургандай. И этого не будет происходить. Бага бизде полностью уну жутуп коёду, көрүп тургандарындай. Жутуп койгондон кийин бага бизде ол жерге карай кайтып келип, төмен карай кетүү керек, реакция алып. Бул бизде как в принципе зона сопротивления болот мына жакта. Ал мына жакта уже зона поддержки болот. Вот өздөрүң көрүп тургандай солай. Попробуйте. Ищите в рынке, короче, любой рынокта өзүңүз жасайтын болду. Форекс, акция, криптовалюта, индекс, любой жерде істейтин болот. Просто издеңдер, көрүңдер и табыңдар, и колданып көрүңдер демошотто. Вот солай. И азыр өздөрүң көрүп тургандай, байкап тургандарым бизде медвежий туура ана примердегидей көрүп тургандарындай бизде медвежий имбаланс пайда болгон, и бага оны толуккан жутуп кеткен өздөрүң көрүп тургандай, и жайында кайтып келип өздөрүң көрүп тургандай реакция алган. Мінекей, кайтып келип реакция алган. Көрдүңөрбү, четкий түшүндүрмө, мындай түшүндүрмө эч жок. Лайф торговляда сендерге чистый прибыль тауып, $920 тауып мен сендерге көрсөттүм аны калай жұмыс жасайтынын. Байкап тургандарымда. Барлыгы тамаша. Сендер менен бирге болгон Fast Money Forex бүгүнкү видео бизде кыска болду, бирок сендер өчө өздөрүңө пайдалуу акпарат алып кеттиңдер. Ол BPR инверсион имбаланс жайлы. Энди сендер биз коштошпайбыз. Командага кошулууну унутпаңдар. Башкаларыңа рахмет, сау болуңдар.